күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге организмге ең қажет 5 витамин туралы айтамын. Видеомыз ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бірінші витамин D3. Витамин D3 организмде көптеген процестерге қатысады. Оның дефициті әрбір органға әсер етеді. Өкінішке орай, қазіргі кезде көп адамдарда витамин D3 жеткіліксіздігі бар. Қалыпты жағдайда витамин D3 деңгейі 80-нен төмен болмау керек. Ал көбімізде витамин D3 деңгейі 20-30 немесе одан да төмен болуы мүмкін. Витамин D3 жеткіліксіздік белгілері шаштың түсуі, терідегі өзгерістер, энергияның болмауы, шаршағыштық, депрессия, ұйқының бұзылысы және артық салмақты тастай алмау. Витамин D3 профилактикалық дозасы балалар үшін 1000, ересектер үшін 2000 халықаралық бірлік болып табылады. Әрине, витамин D3-ді қабылдаудан алдын анализ тапсыру керек. Анализге байланысты витамин D3 дозасы тағайындалынады. Дефицит жағдайында 5000 немесе одан да жоғары доза тағайындалынады. Витамин D3 бұл майда еритін витамин болғандықтан таңғы аспен таңғы сағат 11-ге дейін майлы тағаммен бірге қабылдау керек. Витамин D3 көп адамда дефицит болу себебі көбімізде жаңағы фастфуд, рафинирленген көмірсулар, тез сіңірілетін көмірсуларды көп қабылдағаннан кейін өт дұрыс бөлінбейді, немесе өттің консистенциясы қою болуы сол әсер етеді. Майда еритін витаминдер сіңірілу үшін өттің бөлінуі өте қажет болып табылады. Сондықтан витамин D3 қабылдағанда өттің бөлінуін жақсарту керек. Витамин D3 қабылдаудан алдын магний деңгейін жоғарылату керек. 1-2 апта алдын магний қабылдасаңыз, витамин D3 деңгейі жоғарылауы оңай болады. Және жоғары дозада қабылдағанда көп адамдар айтады, мен 10.000 дозировка қабылдадым, бірақ деңгейі көтерілмеді дейді. 5000-нан жоғары дозада қабылдағанда К2 мен бірге қабылдау керек. К2 бұл витамин D3-ді ағзада керек жерге алып барады және бүйректе кальцификацияның тас түсуінің алдын алады. Себебі жоғары дозада витамин D3-ді қабылдағанда бүйректе кальцификация түзілуі мүмкін. Адамның иммунитеті витамин D3-ға байланысты, себебі витамин D3 бұл иммунитетке жауап береді. Егер сіз жиі ауыратын болсаңыз, немесе балаңыз жиі ауыратын болса, міндетті түрде қан анализін витамин D3-ге тапсырып, қан анализінде деңгейін анықтау керек. Екінші микроэлемент магний болып табылады. Ол организмде 400-ден астам химиялық процестерге қатысады. Сіз өзіңізді жақсы сезінуіңіз үшін, организмнің дұрыс жұмыс жасауы үшін магний деңгейі жеткілікті болуы керек. Магний организмде өттің бөлінуін, вегетативті нерв жүйесінің жұмысын және витаминдердің сіңірілуін жақсартады. Сондықтан витамин D3 қабылдағанда магний ішуді ұмытпаңыз. Қазіргі технология дамыған заманда стресске көп ұшыраймыз. Сондықтан көбімізде магний дефициті бар. Себебі магний стресс кезінде көп жұмсалады. Тамақпен бірге қажет дозаны алу қиын. Магний дефицит белгілері запор, мигрен, ашушаңдық, тез шаршағыштық, көңіл күйдің болмауы, энергияның болмауы, әйелдерде көбінесе етеккір алды синдромының болуы, бұл барлығы магний дефицитінің белгілері болып табылады. Магний формалары өте көп. Өкінішке орай, дәріханаларда оксид және лактат формаларын кездестіруге болады. Бұндай формаларды алмауға тырысыңыз, себебі олардың сіңімділігі өте төмен. Магнийдің таурат, малат, глицинат, биглицинат, цитрат формалары сіңімділігі жақсы. Сондықтан осындай формаларды қабылдауға тырысыңыз. Әрине, магнийдің формаларын сіздің шағымдарыңызға байланысты тағайындауға болады. Егер сізде ішекпен проблема болатын болса, запор болатын болса, онда цитрат формасын алған дұрыс. Магний дозасы осы формуламен есептеледі. Ол 10 мг
1 килограмм салмаққа есептеледі. Оны магнийді балаларға және үлкендерге тағайындауға болады. Магнийді капсула таблетка түрінде қолдансаңыз болады. Оның магнийді магнийданат суында қолдануға болады. Және ванна қабылдауда магний эпсом тұзын қолдануға болады. Ол да сізді тыныштандырады, организмге жақсы әсер етеді. Әрине, кез келген дәріні қабылдамастан бұрын анализ тапсыру керек болып табылады және оның құрамына мән беріңіз. Мысалы, дәріханадағы аквадитрим, балаларға беріп жүрген витамин D3 аквадитрим, оның құрамында натрий бензоат, яғни спирт бар. Ол организмге кері әсерін тигізеді. Сондықтан кез келген витамин немесе дәрінің құрамын оқуға тырысыңыз. Үшінші витамин йод болып табылады. Йодты профилактикалық дозасын курспен қабылдауға болады. Себебі Қазақстан йод жетіспеушілік аймаққа жатады. Йодтың қажетті тәуліктік дозасын тамақтан алу қиын. Себебі йодталған тұз дүкенде ұзақ уақыт сақталатын болса, құрамындағы йод сақталмауы мүмкін. Йодтың деңгейін анықтау үшін қалқанша безі гормондарына анализ тапсыру керек. Йод жетіспеушілік белгілері ақыл-ойдың дамуының артта қалуы, балаларда сөйлеудің кешігуі және гипотиреоз тағы басқа белгілер болып табылады. Йод дефицитін патч-тест арқылы анықтауға болады. Ол үшін білектің ішкі жағына 2 мм және 5 мм 1 см етіп йод жолақшаларын жүргізесіз. 24 сағаттан кейін егер бір жолақша жоғалатын болса, сізде йод дефициті қатты емес. Егер 2 жолақша жоғалатын болса, онда сізде айқын йод дефициті белгісі бар дегенді білдіреді. Қазір көбімізде йод дефициті бар, себебі қолданылып жатқан судың құрамындағы хлор ол организмдегі йодты организмнен шығарады. Сондықтан қазір көбінде йод дефициті бар. Йодтың профилактикалық дозасы балаларға 50-90 микрограмм, бұл жасына байланысты, үлкендерге 150-200 микрограмм тағайындалынады. Йодтың ең жақсы формасы йодин және йодид калий бірге болған түрі, бұл ең жақсы формасы болып табылады. Төртінші витамин бұл витамин С болып табылады. Ол суда еритін витамин. Қазір көбінде витамин С дефициті бар, себебі дұрыс тамақтанбау. Витамин С бұл көк шөп, яғни зеленнің құрамында және болгар боршының, жасыл көкөністердің құрамында өте көп. Бірақ көп адамдар осындай көкөністерді көп күнделікті қабылдамайды. Сондықтан дефициті бар. Витамин С дефицит белгілері: тамырлардың әлсіз болуы, яғни бұл балаларда жиі мұрыннан қан кету және көз астының қараюы, терідегі өзгерістер, розация, купероз болуы мүмкін, варикозды кеңеюлер, тамырлардың варикозды кеңеюі және қызыл иектің қанауы витамин С дефицит белгілері. Витамин С, білесіздер, иммунитетке жауап береді. Сондықтан егер сіз жиі ауыратын болсаңыз, витамин С міндетті түрде қабылдау керек. Және кімде темір жетіспеушілікті анемия болатын болса, витамин С дефициті міндетті түрде болады. Себебі темірдің сіңірілуіне витамин С-ны әсер етеді. Иммунитетіңіз төмен болса, иммуномодуляторлар, иммуностимулятор таблеткалардың орнына витамин С қабылдағаныңыз өте дұрыс болып табылады. Профилактикалық дозасы 500 мың миллиграмм болып табылады және одан да жоғары доза тағайындалуы мүмкін. Балаларға және үлкендерге беруге болады. Витамин С формалары ең жақсы формасы бұл липосомальды формасы болып табылады. Әрине бағасы жағынан қымбаттау, бірақ ең жақсы, сіңімділігі жақсы формасы. Витамин С ең жиі таралған түрі бұл дәріханадағы аскорбин қышқылы болып табылады. Бірақ оның сіңімділігі өте төмен. Сондықтан оны қолданбауға тырысыңыз. Витамин С эстеросия аскорбат кальция формасы бар. Ол асқазан, сізде егер асқазанмен проблема болатын болса қабылдауға болады, бірақ бүйректе өте тас болса қабылдауға болмайды. Бесінші витамин туралы ұзақ уақыт ойландым, себебі егер цинк туралы айтатын болсақ,
цинк қабылдағанда метті бірге қабылдау керек. Себебі цинк организмде метті шығарып тастайды. Темір препараттарын жатқызатын болсақ, оны да қабылдауда өзінің нюанстары бар. Себебі егер сізде темір жетіспеушілікті анемия болатын болса, организмде бірінші қабынуды емдеу керек болады. Сондықтан 5-ші витаминге бұл су туралы, суды жатқызсақ болады. Суды әрбір адам ішуі керек, әрбір организмге өте қажет болып табылады. Сіздің теріңіздің жағдайы, өттің бөлінуі, организмнің дұрыс жұмыс жасауы үшін су өте қажет болып табылады. Көбіміз суды дұрыс ішпейміз. Суды 30 мл 1 кг салмаққа есептеп ішкен дұрыс. Егер сіз жеткілікті түрде су ішпесеңіз, витамин, минералдар сіңімділігі төмен болады. Суды таңертең аш қарынға және тамақтанудан 30 минут алдын ішкен дұрыс. Ауыз күйдірмейтіндей ыстық су ішкеніңіз дұрыс болып табылады. Ол өттің бөлінуін жақсартады. Су туралы отдельно видео бар, сол жақтан көріп мағлұмат алсаңыз болады. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.